Қазіргі таңда Сырдария мөлтек ауданында 23 үй ыстық сумен қамтылуда. Тұрғындармен келісіммен подвалның ескі стояктарын алып, орнына жаңадан антициклонный материалдарын салып, сондай жұмыстар жүріп жатыр. Осы уақытта қазіргі 3 үйді дайындап қойдық ыстық суға беруге. Алдағы уақытта 7, 8, 9, 12-ші домдар істеліп жатыр. Барлығы тұрғындардың келісімі бойынша сондай жұмыстар жүріп жатыр. Үйін ішін тегін счетчигін қойып, бәрін стояктарын ауыстырып, жұмыстары бар тегін, бәрі орын-орын жүріп жатыр. Октябрьдің 15-ші шейін полный рост отопление сезон басталғаннан кейін ыстық сумен қамтып болғанын айтады. Қызылорда қаласында тұрып жатқанына міне 8 жыл болды. Өзім Шымкент қаласынан көшіп келген. Кезінде жылы су барлық қалада бар ғой, біраз қалада, бірақ Қызылорда қаласында жоқ еді жылы су. Қуанып жатырмыз, әрине. Жылы су болғаны жақсы ғой. Меніңкі 4 бөлмелі, 4 бөлмелер енді қолдап отыр.